Күн яхшы болсын, аяулануға ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды баслаймыз. Үрметлі радио тыңлаушылар. Міне, біз Гамзат Юсупұлы Әжігелдиевтің 80 жылық мерекесін белгілейміз. Сосы ай әрбір мектепте, маданият үйлерінде кешліклер, жолығыстар үстінліклі өтөділер. Мені қайтып yazған оның ақында белгілі yazушымыз Исаак Апаев. Халқым, саға солдат болдым ерімда, ер биледі ерларымда қырымда. Ерсіз, бірде сіз болмассыз қырларым, мен өлгенде яшап білсе ерларым. Гамзат Әжігелдиевтің бұл сыдыралары 1964 жылда школа тептерінен алынған қағытқа ябыстырылған карта астына өз қолыман жазылғанлар. Ертерек тайды яшаудан Гамзат. Яшап білді ерлары. Ерсіз болмады қырлары. Айтылған шайырымыздың яшап білсе деген сөздері алдыда болаяқ қиынлықларды сезгенімен бізді сұқландырмай болмадылар. Яшаудан таймай тұрып та, соң не затқа ұшырадылар, ұшырамадылар, өмірлікке яратылған ерлар. Яшауында автор соқпақ деп аталған тек бір кітабын шығарған. Бір кесек затлары ортақ жиынтықларда, газета бетлерінде баспаланғанлар. Көп шығармалары болса, қол язба кепте қалған. Бір кесек ятлаулары халық есінде ятланып сақланады. Тағы да бір амалман сақланған ятлаулар бар. Гамзат Әжігелдиев хат yazыспаға сүйген адам болған. Оның біргесі хатлары Шайды қызымыз Келдіхан Құмратоваға 1944-2003 жылларда yazылған. Хатлардың ішінде бір кесек ятлаулар да болғанлар. Сол ятлаулардың көбісін Келдіхан өзі Ленин газетаның бетлерінде баспалаған. Бірнешеуін Шөлік маяғы газетаның редакциясына да жіберген. Сол асарлардың игі кесегі соңында Ұрланған сүю деген кітапқа кірген. Әжігелдиевтің яратушылық шығармаларының көбісі ағасы Бәдиде сақланған. Олар оны яна ұрған адамдардың қолларына түсіп, әлі баспаға әзірлегенлер. Біз білгенше, Гамзат Әжігелдиев дүниядан бас кешкенлі бірнеше айдан соң Черкесск автовокзалының сақлау камерасында оның шымаданы табылған. Ленин жолы газетаның редакциясына еткірілген. Ішінде ятлаулар баспалы қағытларман 2 толы папка болған. Сол папкаларды шайыр ақында бір зат жазылаяқ Мұратпан белгілі Фазил Абдужалилов 1913 жылды туған, 74 жылды топырақ болған. Ол алған. Әлі қол язбалар yazушының архивінде сақланадылар. Ама бүгінде оларды тергемеге амал табылмайды. Гамзат Әжігелдиев хатларының бірісінде бұлай yazады. Ноға литературада менікіндей поэзия болмаған. Сол поэзиям өзімді өлтірді. Менің ойымша, халқымыздың арасында әлі де сол үлкен шайырлық жолын аңлағанлар бек аз. Соның үшін мұндай заттың болатағаны. Гамзат яшаған заманда оңны аңлайтағанларды бармақпан санама болаяғады. Еллер, ұрар едім мен сізді. Сізге дайым ашуланып жүремін. Мен өппеген әру қызды, сол жүзді, неге еллер сізді өбіп көремін. Солай болмас па? Солай болмаса, неге бұл әдемге әлемет шеберлікпен yazылған сырдалар шайырдың яшауында дүния көрмеділер? Неге мұнадай ярқын yazылған ятлауларға қайтеді бір мін тағылды? Неге көп асарлары әлі де баспадан шықпаған? Тек мен біліп, Қой Россия, өсиет деп шығармалары баспаланмай халық аузында яшайды. Мені болса бірінші болып Лермонтовтың Ярлы деген ятлауын Гамзаттың ноғай тіліне көшіруі сұқландырды. Bizim яш шайыр ұлы орыс классиктің шығармасын қайдай еркінлі етіп аңлатады. Гамзат Әжігелдиев «Бер қолыңды жым» деген ятлауыман Есенинді ноғай әдеммен қайтып аңламаға болатағаны көрсеткен. Күнтуар Күнбатар халықтарының поэзиясынан пайдаланып yazған
Назым Хикметтің яратушылығына да ес беріп, Гамзат улы түрк шайделерінің ятлауларын да ноғайшаға аударып оқушыларға көрсетті. Біріншілей, сол шығармаларман ол қалемін сынаған. Екіншілей, халыққа туған тілдің қайда икөн амалы барын көрсетпеге шалысқан. Ол әрбір ятлауына үйрекке еткен сөзлер ізлеген. Хатларының бірісінде Гамзат Келдіханға бір кітабінде қызыл тілдің қызуы деп атаяқ болғанын yazады. Тек сондай аттан қайдай алау соғатағанын өзіңіз көресіз. Гамзат ятлауларын баспалаяқ болып, қайдай қиынлықтар көргенін, қайдай азап шеккені ақында мен «Литературная Россия» деген газетада баспалаған мақаламда айтқамын. Меннен басқаларда көп айтқанлар. Яратушылық бақтысының сондайды әліне қарамай, ол қолынан келген көп затты еткен. Сол іс ол түзген жиынтықларда, оның мақалаларында, хатларында сезіледі. Бүтіндей яс yazушыларға yol көрсетпеге шалысқан. Міне, «Жүрек сүйсе» деген мақаласында автор бұлай yazады. Яшау сүю. Яшаған соң сүймее де керек. Сүйгеннен соң язбайда болмайсың. Ама неді қайтып yazуды ойлама керек. Сүйудің ақында ерланса, ол ерда яңы зат болмаса, тіл яғынан байлығы терен туыл болса, әр жердің өз нышаны көрілмесе, ол жерлар тез арадан ұмытылып қалады. Гамзаттың бұл насихаты бүгінгі yazушыларға да қаратылады. Әжігелдиевтің «Ізлеймін сені» деген сүю ақында ятлауы біздің поэзияда өмірлерге естелік деп санаймын. Қара ерге, өлеңлерден тамырдай, кіріп сені, сүйген ярым ізлеймін. Сені көріп көктен яңған ямғырдай, бұлытлардың арасынан көзлеймін. Сен қайдасың, қайдасың сен, сұлу қыз, құс қанаттай созшы маға қолыңды, жүрегіме салмашы сен, салма ыз, ұзақ етпе ялғыз жүрген жолымды. Сөйтіп қайнап, сөйтіп те яшауды сүйіп білген әдем дүниядан замансыз кеткені өкініш туылма, өкініш. Көп себеплер болған сол затқа, көп. Оның яратушылығыман еркінше кәрлемеге амаллары болмаған. Шынты шайырдың бақтысы бір заманда да еңгіл болмайды. Гамзаттың да айлақта қиын болды. Оның шығармаларын оқығанда өмірі қысқа болаяғын автор өзді білген деген ой келеді. Бақты маға қайғыларды өлшеттің, қайғыларды көрдім терен жылғадай. Гамзаттың ерлары яшап білділер, қорлануды шыдап, заманман шынықтылар, мұтылмадылар. Міне қайдай әлемет мақала yazған Исак Апаев, Қарашай Чешка Республикасының халық yazушысы. Сондай болып көплеген yazушылар, критиклер, орыс yazушылар оның шығармалары ақында жоғары баға беріп yazғанлар. 20 қарағыста Гамзат Әжігелдиевтің 80 жылдық мерекесіне бағысланған яратушылық, өнерлік кешілік Маданият үйінде 12 сәтте озаяқ. Аяулы радио тыңдаушылар, сонда бәріңізді қатынасқаныңызды тілейміз. Аман болыңыз, көріскенше күн яқшы.